Баршаңызға сәлем. Бүгін аниктің ішіндегі фрукты дайындайтын боламыз. Алдын ала жуып, құрғатып аламыз. Мендегі киви, алма және слива. Осы барлығын турап кесіп аламыз, дайындап аламыз. Содан соң осындай шпажкалерге салып, барлығын дайындап қойыңыздар. Шпажкалерге салған соң морозилькеге 1 сағатқа салып қойсаңыздар тіпті жақсы болады. Себебі менің қателігім көп ұстамай сразу дайындағам. Ол тез еріп кетті. Ал сиропқа 200 грамм шекерімізге 70 мл суымызды салып, 10 минуттай қайнатамыз. Қайнаған соң осындай жеміс-жидектерімізді бір алып, сол бойда мұздай суға салуға тырысыңыздар. Видеода да барымша түсіріп үлгердім. Негізі үй ыссы болғасын тез еріп кетті. Комментарий мен лайк басып, подписка жасаңыздар.